Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Алмаз қызы. Достар, енді менің никім ютубта өзгерді. Енді менің атым Алмаз X емес, Алмаз қызы болатын болады. Оның да өз себептері бар. Енді бірінші себебіне келетін болсақ, енді мен басына YouTube канал ашқанда Алмаз X деп әдемі болған соң қоя салғам, Алмаз деп. Сол кезде мен негізі атым З емес, С, енді сол әдемілікке қарап қоя салдым. Сөйтіп енді Алмаз қызы деп өзгерткен себебім сол. Енді екінші себепке келетін болсақ, енді мен YouTube'дан былай өзім атымды, каналымды іздегенде вообще таба алмай қойдым. Сөйтіп достарыма да айтқанмын, каналыма подписаться етші, негім мынандай деп. Сол кезде олар вообще таба алмай қойды. Енді басқа бір ағылшындардың несі шығады, бір алмаз деген кристалл ғой, сол ағылшынша диамонд деп табады. Енді сондай каналда даймонд па, сондай каналдар шыға берді. Алмаз деген вообще кездескен жоқ. Енді екінші себебі осы өзгерткенімнің. Енді үшінші себебі менің Brawl Stars'тағы аккаунтым Кыз Алмаз, сол үшін Алмаз қызы деп өзгерттім. Енді достар, сіздердің алдарыңызда 3 себебі кетті. Енді осы өзгерткен себептерім осы. Енді достар, өзіміздің темамызға көшейік. Биbiдің обзоры. Биби енді негізі мықты персонаж, енді эпический бөлімдерден санағанда. Енді оның біз ең бірінші түріне келетін болсақ, енді ол еркек сияқты, тұрысы да шашында қайырылған еркек сияқты, аузында сағыз, андай бейсболный бит тастап алған, төбелестірген көретін биталар бар ғой, сондай бит тастап алған өлінже. Енді оның жизніне келетін болсақ, енді Биби ол менде уже 4620 жизнь. Қарасаңыздар, үшінші силасы 3. Енді бұл өте позорный жағдай, позорище. Енді мен бұны 1,5 ай түсіріп алғам, әлі үшінші. Енді не үшін екенін ойласаңыздар, енді қараңыздар, менде 26 бөлі бар. Енді соған қалай Биби түседі деп ойлайсыздар. Енді бұл енді Биби түсіру өте қиын. Білмеймін, вообще Бибиға вообще аз түсіріп 34-ақ па, қараңыздар. Жоқ, 34-тен негізі тағы да түсірдім ғой. Где-то 100-ақ па түсті, қалғандар түскен жоқ. Алдыналарды қараңыздар, бұлар вообще көп. Даже бұдан да кеш Спайктың өзі 6-шы сила. Білмеймін, Спайкқа көп түсті. Енді Бибидің обзоры енді өте күшті болатын болады. Енді оның минустары енді айтарлықтай көп. Енді мен оның столкновениеде ойнамайтын боламын, Brawl Ball'да ойнайтын боламын. Өйткені Бибиді Brawl Ball'да ойнаған өте ыңғайлы, әрі де күшті. Енді қатты дәу емес каткаларда ойнаған енді өте күшті Бибимен, өйткені Биби алыс сценарийлерге арналмаған, тек қана жақындарға. Енді достар, осы каткаға кірмес бұрын сіздер осы видеоға лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Ал ендеше біз кеттік. Енді біз осындай адамдарменбіз. Енді мынандай братишкаларды қырып тастаймыз. Енді мен қазір енді ең бірінші плюс, минус болып енді кезек-кезек айтатын боламын. Плюс, минус, енді сөйтіп. Енді ең бірінші мен плюсынан бастайтын боламын. Енді плюс, енді өзім енді санадым. Плюсы да екеу, минусы да екеу. Енді қазір өздеріңіз көресіздер. Қазір енді мыналар бір гол тоқып салмасақ, мына братишкаларға. Қазір өйстіп алдап жүреміз. Барамыз да. Ой, жақындаймен алдық. Енді қазір ең бірінші плюсын айтатын болсам, енді оның плюсы басқа бравлерлерге вообще ұқсамайды. Қараңыздар, енді ода сап-сары толады, қызыл болады да конца толғанда. Қараңыздар, ұрғанда адам ұшып кетеді, енді өте күшті. Басқа бравлерлерді бұндай жай атқан ұшып кетпейді. Олар енді ұшса, тек қана супер способность дегенде ғана ұшырады, ал бұлай ұшырамайды. Ал Биби супер способность емес, ол әшейін бұлай ұрғаннан ұшырады. Енді оның плюсына осы жатады. Енді ол плюсы өте күшті. Атжайын отпа дем кетті. Енді оның екінші минусын айтатын боламын. Жаңа плюсы кетті. Енді екінші минусы. Енді минусына келетін болсақ, оны енді алда өтіп кету. Спокойно қараңыздар, оның дистанциясына. Ертіні, алатын аумағы. Енді бұдан былай адам бұдан артынан өтіп кетсе, мысалы рамай қалады, тигізамай қалады. Енді өте жаман осындай. Адамда спокойно алдап кетеді бұны. Еще енді осы мысалы Мортис Ворында келдер тез жүреді ғой, шустрый. Енді солар спокойно өтіп кете береді, адамның нервісіне тиіп. Енді соларды кішкене өлтіру қиын болады, жизньдері аз болса да. Енді осы и чпук деп өлтіре береді. Тоқта, мен өзім гол соғамын. Тоқта, кішкене енді ойлану керек. Ой, Ну нахер. Отец.
Ну ты видел? Бекем. Осылай жек көремін. Әдемі уақыт ашық кезде қисық болған. Енді достар, жаңа бірінші плюс мен екінші минусын айттым. Енді келесі плюс болады. Енді кезек кетіп жатыр. Енді плюсына келетін болсақ, оның шавигі енді ең алысқа кететін шавиктардың бірі. Өйткені басқа Рико, Кольтар бұлай алысқа кетеді ғой, бірақ шави биткі вообще алысқа. Даже бұлай картада көрінбейді. Ол енді жерден 2-3 жерді айналып келеді даже. Сондай мысалы қазір ана басынан маяқтан атсам, қайтадан айналып маған келеді. Енді өте алысқа кетеді. Енді бұны көру өте қиын. Даже картаны вообще көрінбейді. Енді осындай оның плюсы. Қазір оны өтіп ұстай. Тиме алды. Ковин көмешті алдық өтеді. Бұлай өтіп кетсе, бұлай тигізе алмай қалады. Енді қазір бізге гол көреді. Білмей отырмын. Енді қазір, енді бір плюс. Не тоқтаңыздар. Бірінші плюсын айттым, минусын айттым, плюсын айттым. Жаңағы шавиге бесконечно кетеді. Енді келесінде минусын айтатын болам. Басталды, енді мен мынандай братишка алмаймын. Енді қазір жаңа мен енді 2 плюсы мен 1 минусын айттым. Енді екінші минусын айтатын болсам. Енді оның бір минусы бұлай ұрғанда бұлай кебілі болады ма, кішкене зақтау болады, Фрэнк сияқты. Бұлай ұрғанда бұлай үсті, бұлай кебіліп тұр болады, сразу бұлай ұрмайды, атпайды примерно. Кебіліп атқанда тез атады, жоқ атпайды ғой. Мысалы шевели сияқты емес қой, бұл болады, мысалы тез атады ғой, нелермен. Бұл да енді бірақ енді атумен ұру енді басқа нәрсе ғой, бірақ бұл кішкене кебілі болады, бірақ кішкене тез ұрса да болады ғой. Енді осындай Фрэнк сияқты. Енді 8 бит деген жай базарға барайық, тасбақаға. Бір түйешка, өлдің ғой сен. Тубикқа кірдің ғой бай. Что-то құтырып кетті анау. Енді осы жаңа 2 плюс 2 минусын айттым. Енді 2 плюсын бәрін енді айтып жататын болсам, оның плюсы шавиге бесконечно келеді. Сосын ұрғанда адам ұшып жүреді, өте күшті. Даже кейбір біреулер бар ғой, мысалы Фрэнк бар, тағынан Карл бар, Рико бар, соларда суперспособностьін істегенде тоқтап қалады, суперспособностьті сояғы енді өте күшті. Енді жаңағы 2 плюсын жаңағы айттым. Енді 2 минусына келетін болсақ, жаңағы екеуі ғой бұлай адам спокойно алдырып кетеді, сосын кейбірлер ұзауға барады, Фрэнктер сияқты. Енді осы қалай гол кетті, ё-моё. Енді бәрібір енді жаңа 2 плюс мен 2 минус кетті. Енді достар, барлық обзор енді осы. Чего, блядь? Енді қазір ойы что-то өзім тупить етіп қалдым. Енді қазір давай шықшы. Енді ұтуға тырысайық, вообще ұтылып жатырық бәрінде. Қазір өзім барып қып тастамасам, что-то болмай кетті. Енді артынан барамыз да, кетші деп қуамыз. Қазір өзіміздің ұратын неміз толтырып алайық та. Чпук. Молодец, Карл. А что, так можно было, что ли? Өз-өзіне гол соқты. Бұл енді тең қалдық. Енді қазір ұтуға тырысатын боламыз. Енді сіздер үшін барынша тырысатын боламын. Енді кішкене шөпте жүреміз. Ойбей, ноғай қатты. Мәсаған, ойбей, тигіз амай ағансың ғой. Енді барамыз тұқта. Ойбай, анау бәле ғой. Бөл. Қаш. Алғыш. Енді қазір кішкене ары-бері жүріп қасына барамыз. Ойбай, ё-моё. Осы ғой, осы ашық кезде қиын. Ала жақын атқызбайды ешке. Ой, тигіз амайсың ғой. Қалай алдасам, оппа, мен барадым. Шалгин, хотя бы шалгин кетті, оппа, Карлар өпсады. Енді қазір 8 битінің суперспособностьті толып тұр. Енді қазір қаттылақтап гол соғып жүрмесін. Енді де қазір вафтан қорғайық. Да, қалай көріп кетті, қарамайсың ма, Енді надан ұтылып қалдық. Енді бәрібір енді қанша 2 катка ма, 3 катка ма ойнадық, 2 катка. Енді бұл енді нормально, барлық плюс мен минусын айттым. Енді достар, менде қараңыздар 11500 кубок. Енді 11500 12.000-ға да аз қалды. Енді сол кезде көп сундықтар жинақ қоямын. 500-ақ кубок қалды. Енді көп жинауға тырысамын, 100-ден де көп жинаймын. Енді алдыңғы видеода айтқан болатын, уәде беремін деп бір видеода айтқам. Енді бәрі енді осы. Енді келесі обзорға 3 біреулер кететін болады. Фрэнк, тағы қайсы өт, Пайпер, сол үшеуі енді комментарияға
қалдырып кететін боламын. Енді сіздер жазыңыздар, соған түсіретін боламын. Енді достар, менде активность слишком төмен. Енді активность білмеймін, 100 просмотрға вообще жетпей жатыр енді. Енді негізі менің подписчигім 380 болса, негізі просмотрлар одан көп болу керек, бірақ или дұрыс емес, мықты емес контент түсіріп жатқан сияқтымын. Енді сіздер қатты қызық болып жатқан жоқ шығар сіздерге осы менің видеоларым. Енді кішкене еңбегімде бағалап кетіңіздер. Енді достар, видеоның соңына да келіп қалдық. Енді достар, осы BB-ға обзорына лайк басып кетіңіздер. Сөйтіп BB сіздерге осы комментария жазыңыздар. Сөйтіп өздеріңізге ұнайтын легендарный біреулерді жазып кетіңіздер. Сол кезде осы комментқа жазсаңыздар, ертең немесе бүгін сіздерге легендарный біреулер түседі, өздеріңіз қалаған. Енді сіздер жаңа көрермен болсаңыздар, немесе менің видеомды көріп отырып, әлі каналға тіркелмесеңіздер, өтініш, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Өкінбейсіздер. Енді соның қасында колокольчикті бар, соны бассаңыздар. Соны бассаңыздар, сіздер менің видеомды ешқашан жеп алмайсыздар. Сосын ең бірінші болып көретін боласыздар, ең бірінші болып комментария жазатын боласыздар. Ал ендеше достар, сіздермен бірге болған мен, Алмас қызы. Сау болыңыздар. With